Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. 4 түлік малы сай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Bir жылы үлкен жұт болып, ел малын алысқа отарға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы да соның ішінде кетіпті. Ерназардың азығы таусылады, ашығады, жейтін тамақ таппайды. Кемпір екеуінің тұруға әлдері әрең-әрең келеді. Bir күні Ерназар шаңырақта керіліп тұрған кер биенің төстігін көретті. Кемпіріне төстікті асып жібер дейді. Төстікті асып жеп, шал мен кемпір әлденеді. Көп ұзамай кемпір жүкті болады. Мезгілі толып босанады. Ұл туады. Оның атын төстік жеген соң біткен бала деп төстік қояды. Төстік өзгеше бала болып өседі. 1 айда 1 жастағы баладай, 3 айда 3 жастағы баладай. Бұл баламды жай бермей, дарынымен беріпті. Сағат сайын өсіп келеді. 1 жылда 12-дегі жас өспірімдей болып өсті. Садақ тартып, атқа мініп, аң аулап, әкесі мен анасын асырайды. Bir күні төстік аңнан қайтып келсе, әкесі мен анасының әлсіз өңдері қуарып кеткенін көретті. Әке, ана, сіздерге не болған? Неге өңіңіз қуарып кеткен? Балам, Сен аңға кеткенде, жалмауыз кемпір нөкерімен келіп, жанымызды торсыққа салып алып кетті. Содан әліміз құрып, жағдайымыз осы болды. Қап жалмауыз кемпір. Әке, ана, мен азық алып келдім, әлденіп алыңыздар. Мен оған дейін жандарыңызды қайтару амалын табам ма? Ер төстік жолға қамданып дайындығын бастайды. Күні түні машықтанып, шымыр әрі мықты болады. Bir күні ата-анасының жанын қайтаруға жолға шығады. Сен кімсің, батыр? Мен желаяқпын, желден де жүйрікпін. Жолың ұзақ болса, бірге болайық. Ассалаумағалейкум, батыр. Біз сені алыстан көрдік. Сен кімсің? Уағалейкум ассалам, батырлар. Мен Таусоғарым. Ал сендер кімстік? Не істеп жүрсіңдер, жігіттер? Қайда бет алдыңдар? Ата-анамды іздеп жолға шықтым, батыр. Бүгін күн әдептегіден ыстық қой, қатты шөлдедім. Уа, батыр, кім болдың ға? Bir көлді бір сіміріп бітірдің ғой? Батырлар, қатты шөлдеппін. Бүгін күн әдеттегіден ыстық болды ғой. Кім болдыңдар, қайдан жүрсіңдер? Батыр, менің әкемнің жанын мыстан ұрлап кетті. Мен сол жанды қайтаруға бара жатырмын. Бізге сендей батыр керек, Көлтаусар. Батырлар, мен сендерменмін. О, батырлар, ассалаумағалейкум. Алыстан ат тұяғының дүбірін естіп күтіп өтір едім. Батыр, сен кімсің? Мен сақ құлақпын. Құлағым жер астындағы сыбырды да ести. Алда ұзақ жол, талай сынақ бар. Егер бірге болсақ, біз жеңеміз. Сен не айтсаң да ер төстік. Мен дайынмын. Желдей жүйіткіп, бәріне көмектесемін. Жолда қанша кедергі болса да, бәрін талқандаймыз. Ендеше бірге болайық, ер төстік. Мен шөлдесем де, сендерді тастамаймын. Жарайды, батырлар. Ертең маңызды күн. Жақсылап дем алып алайық. Жасуня. Сен не айтсаң да ер төстік. Мен дайынмын. Желдей жүйіткіп, бәріне көмектесемін. Жолда қанша кедергі болса да, бәрін талқандаймыз. Бірге болсақ, бізді ешкім тоқтата алмайды. Жалмауыз кемпір осының ішінде. Кеттік, батырлар. Жамандықты тоқтағайық. Сақ болыңдар, бұл жерде бірдеңе бар. Үлкен мақұлық тыныстап жатыр. Өте жақын. кесіртке, тірідей ұста оларды. Батырлар, дайын болыңдар. Қазір шайқас басталады. Батырлар, дайын болыңдар. Таусоғар, дайын бол. Мұна тастон тақтап жіберем. Қазір бұл отты өшіремін. Қазір аяғын орап құлатам. Шаруаң танды, мақұлық. Абайлаңдар, төбе құлап келеді. Ата-анамның жаны қайда? Анау есікке кірсең, сөреден табасың. Ата-анамның жаны осы жерден табылар ма екен? Кел, батыр. Сенің уақытың бітті.
Қай сөреде екен? Торсыққа салып алып кетті деп еді. Таптым. Ата-анамның жаны осы ыдыста. Мені құтқар, батыр. Құтқар мені. Бұл дауыс Ана жақтан шығады. Қорықпа, қазір мен сені шығарып алам. Жалмауыз кемпір қайда кеткен? Сен кеткенде қашып кетті. Біз де байқамай қалдық. қап. Жарайды, қайттық. Үйге ата-анама барайық. Сіздер де үйге жүріңіздер. Әке, мұнаны ішіңіз, ем болады. Апа, сіз де ішіңіз. Сауығып кетесіз. Төстіктің ата-анасы сауығады. Ертөстік жалмауыз кемпір тұтқында ұстаған Томириске ғашық болып, сол қызды қалыңдық етіп алады. Тойлары болады. Бақытты болыңдар. Шаңырақтарың биік болсын. Әумин! Олар бақытты сәтке масайрағанымен, мұның бәрі әлі аяқталған жоқ.